Сәлем баршаңызға, сіздермен дәрігер Бағзат Сейтқазыұлы. Бүгінгі видеоның тақырыбы күнделікті түрде не үшін сіздер аяқтарыңызды көтеру керексіздер. Осы позада неге біз жату керекпіз? Күнделікті бір 5 минут болсын. Және де осы аяқ көтеру арқылы қандай аурулардың сіз алдын ала аласыз. Сол себепті өте қызықты видео болады. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Ал мен бастаймын. Ең бірінші дерт, бұл аяқ көтеру мәселесі прямо аурулардың бәрін емдейді деп айта алмаймын, бірақ бұл аурулардың, кейбір аурулардың профилактикасы ретінде өте мықты көмектесетін зат. Профилактика ретінде ауруларды асқындырып алмау, болмаса сол аурулардан аулақ болу үшін қолданатын болсаңыз, шынымен өмірлеріңіз өзгеретін болады. Ең біріншісі бұл бізде мынау аяқ көтерген сайын, мысалға кешке келдіңіз жұмыстан кейін, кішкене демалып жаттыңызда, аяғыңызды аспанға көтердіңіз. Мынау картинкада көріп тұрғандарыңызда, сол кезде не болады? Біздің кровообращение дейді ғой, мынау қан айналым жүйесіндегі қанымыз төменге қарай көбірек түсетін болады да, және нагрузка снимация етіліп, мына біздің асқазан, өт жүйелеріне, ұйқы без жүйелеріне қан көбірек құйылатын болады. Ол біздің тамағымыздың жақсы қорытылуына көмектеседі. Және де мына біздің асқазанымыз жұмысын жақсартуға көмектесетін упражнение ретінде қолдансаңыздар өте керемет. Сол себепті не үшін дейтін болсаңыздар, ең біріншісі осы, бұл біздің тамақ қорытуымызға көмектесетін болады. Бірақ бұл жерде нюанс бар. Егер де сіздер тамақты ішіп алып сразу жататын болсаңыздар, онда болмайды. Өйткені біздің жеген тамағыңыздың бәрі аузыңызға келуі мүмкін, құсуыңыз мүмкін деген сияқты тағы басқасы. Сол себепті тамақ ішпей тұрып көтерсеңіз болады. Болмаса тамақ ішіп болғаннан кейін 1 немесе 2 сағаттан кейін аяғыңызды көтеретін болсаңыз, онда ешқандай зияны болмайды. Екінші зат бұл аяқ ісінуі дейді. Оны орысша айтқан кезде отек ног дейді. Кейбір апаларымыз бар біздің, кейбір үлкен кісілер бар. Жұмыста тұрады, азаннан кешке дейін аяқтары ісіп кетеді осындай болып. Аяқтары ісіп кетеді. Оны не үшін? Өйткені ол нагрузкадан болады. Күні бойы жүрген кезде осылай на ногах дейді, орысша айтқан кезде, аяқтарымызбен нагрузканың бәрін біздің аяқтар ұстап тұрады ғой, нагрузка аяққа түседі, содан кейін жиналуы мүмкін, су ретінде аяқтарыңыз сол үшін сынып кетуі мүмкін. Осы отектарды алып тастау үшін сіздер қарапайым үйге келіп, кешкісін мысалға да аяқтарыңыз көтеріп тұратын болсаңыздар, 5 минут, 10 минут болсын. Бұл біздің осы отектарымыздың тартылып кетуіне себеп болады. Және де бұл біздің ағзамызға жақсы әсер ететін болады. Ал үшінші зат, аяқтарымыздың шаршауы мен талуын емдесеңіздер болады. То же самое, мен бір ағам бар, хирургта операция жасайды. Постоянно операцияда аяғымен тұрады осы. Түнде де алып кетуі мүмкін, түнімен операция жасайды. Мысалы, аяқтарына өте ауырда, бұнда сол үшін аяқтары ауырады. Сол үшін ол кісі кешке қарай келіп аяғын созып жатады, аспанға қарай сол кезде айтады, аяғым жеңіліп қалады дейді. Осылай аяқтың напряжениесін снимать етіп отырасыздар, егер аяқ көтеретін болсаңыз. Төртіншісі, қан айналым жүйесін ретке келтіруге көмектеседі. Қаныңыз миыңызға және ішкі органдарға жақсырақ құятын болады. Егер де сіздер кешкісін, болмаса күндіз болсын, қай уақытта болсын, кішкене 5 минут болсын, 10 минут болсын, аяқтарыңыз көтеретін болсаңыздар, біздің мынау тек қана осы горизонтальный положениеде ғана, вертикальный положениеде ғана жұмыс істемейді. Қанымыз аяғымыздан органдарға, миымызға жақсырақ құятын болады, қолдарымызға жақсы құятын болады. Сол себепті аяқтарыңыз көтерсеңіздер, бұл сіздің қан тамырлар жүйесінің кровообращение дейді ғой, қаны дұрыс және жақсы қан айналымына көмектесетін болады. Бесіншісі, нерв жүйесін тыныштандыруға көмектеседі. Не үшін дейтін болсаңыздар, арқамен жатқан кезде аяқты көтеріп, біз дыханиеміз ауысатын болады. Егер де сіз жиі демалатын болсаңыз, жиі демалатын болсаңыз, жатқан кезде, особенно аяқты көтерген кезде, бұл біздің қан тамырлар жүйесіне әсер еткеннен кейін нервный системамызға да әсер ететін болады. Сөйтіп біз расслабляться дейді орысша айтқан кезде, тереңірек, бір глубокий, ұзақ бір жақсы жеңілдікке және де расслабиться етуге дейді, орысша айтқан кезде жалпы демалуға
нервный системамызды демалуына көмектеседі дыхание арқылы. Өйткені жатқан кезде сіздер дыханияңыз глубокий болып бастайды, сіздер тереңірек демалатын боласыздар, тереңірек демаласыздар. Мен студент кезімде бір досым болған, жаңағы постоянно аяғын көтеріп жататын, 15 минут. Не үшін десем айтады да, мә жеңілденіп қалам дейді. Сен сөйтіп істеп көрші дейтін да, шынымен де жеңілденіп қалады екенсің солай істейтін болсаң. Сол себепті нервный системамыз тынықсын дейтін болсаңыз, онда аяғыңыз көтеріңіз. Алтыншысы, мынау арқаларыңыз болмаса позвоночник дейді ғой, мынау бел омыртқаларыңыз ауыратын болса, егер де аяғыңыз көтеріп созып жататын болсаңыз, бұл біздің позвоночнигіміздің, мынау позвоночный столб дейді орысша айтқан кезде, омыртқамыздың түзу положениясына сіз жұмсақ жерге жатпайсыз ғой, желательно қатты жерге жату керек та. Стенаға, мысалы стенаға тақаласыз, аяғыңыз көтересіз, арқаңыз полда болады да, пол түзу қатты болу керек. Сол кезде біздің мынау бел омыртқамыз демалатын болады, оның мышцаларын бәрі расслабляться етеді, қанымыз дұрыс құяды органдарға, және де тағы да мынау біздің омыртқамызға жақсы циркуляция болады. Жалпы осыдан неше түрлі омыртқа белдерін демалдыруға болады да осылай. Сол себепті қолданыңыз. Енді айта алмаймын прямо, егер остеохондроз, грыжа болған кездерде емделіп кетесіз деп. Бұл көбінесе профилактика ретінде беліңіз енді ауырып жүрген кезде істейтін болсаңыз кетіп қалуы мүмкін да. Егер сізде уже грыжа пайда болған болса, уже асқынып кеткен түрі болса, бұндай упражнениелер көмектеспейді, бірақ состояниеңізді жеңілдетуге болады. Ең соңғысы, жетіншісі, бұл стресспенен күйзелісті алдын алуға және кетіруге көмектесетін упражнение болып табылады. Біз адам баласы жалпы туылғаннан бері көп стресске ұшырай береміз. Күйзеліс, тревога, стресс. Мысалға садикқа барады бала, стресс алады. Воспитательдер мысалға ұруы мүмкін, болмаса туалетке шыға алмайды, өзі отырамайды, кішкентай кезінен бастап стресс қой бұның бәрі. Одан кейін мектеп кезінде бірінші қоңырауы бар, сабаққа барады, стресс. Новый адамдармен танысады, новый однокласстар пайда болады. Оқуға түсетін кез тағы да стресс, оқуға түседі, студент болады, оқу, сабақтың бәрі стресс. Кейін жұмысқа тұрады, жұмыста стресс, көрдіңіздер ме, бәрі стресс. Сол себепті біздің бұның стресстің бәрін стресс ала береміз да, бірақ демалуды білмейміз ғой біз. Сол үшін демалу ретінде егерде аяқтарыңыз көтеріп хотя бы 10 минут болсын, 15 минут болсын жататын болсаңыздар, бұлар сіздің мынау тревожность пен стрессіңіздің бәрін төмендетуге көмектеседі. Білмеймін, сенбейтін шығарсыздар, бірақ просто істеп көріңіздерші. Мен айтқан затымды сіздерге көмектескен болса, осы видео арқылы онда комментарий жазып кетіңіз. Мен аяғым көтеріп жатып жүредім, осы 3-4 күннен бері жақсы болып қалдым деп жазып кетіңіз. Өйткені өте қызықты осындай комментарийлар оқуға. Ал егер сіздерге осы видео қызық болған болса, каналға тіркеліп лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Мен дәрігер Бағзат Сейтқазыұлы, сау болыңыз.